Қазақстандын мунайга бай Мангыстау аймагында демонстрациялар чыккан соң, суютулган газдын баасын литрине 50 теңгеге түшүрүү чечими кабыл алынды. Бийликтер ошондой эле митингге катышкандар куугунтукталбайт деп сөз берди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев демонстрациялардын келип чыгышына себеп болгон суютулган газдын кымбатташы боюнча маселени чечүү тууралуу тапшырма берген. Ал Казакстандын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн эки тарапка тең ыңгайлуу чечимге келүү боюнча өкмөттүк комиссия өз ишин баштады деп Твиттерге жазып, мындан тышкары элди коомдук тартипти сактагыла деп эскерткен эле. Бирок демонстрация буга ынандыбы? Бул суроо менен казакстандык эксперт Марат Абдрахмановго кайрылдык. Жоқ, мен байқауымша қазір еліміз кеткен жоқ ол жерден. Өйткені сұйылтылған газдың бағасы жалғыз талабы болған емес. Ақтауда 3 күн тұрған, Жаңаөзенде 3 күн тұрған әлі тұр. Атырауда бүгін жиналып, енді тұрамыз деп отыр. Біз де адамның баласымыз, біздің талаптарымыз қарапайым. Президент және өкімет елге қызмет ету керек. Бааны түшүрүү менен катар митингге катышкандар куугунтукталбайт деген кепилдик берилгени кабарланууда. Бул убада аткарылат деген ишеним барбы? Үш экономикалык бир саясат талабы пайда болды. Биринчи, сұйылтылган газдын багасы 50 теңгеден. Экинчи, жалақысы 100%-га өсіру. Үшінші, бүкіл тамақтардың бағалары 50%-га түсіру. Ал саясаттың жалғыз талабы ол әділ сайлау өткізу туралы. Эми ушул талаптарды, мисалы бааны түшүрүү талабын өкмөт кабыл алды окшойт, ал эми башка талаптар аткарууга барат деген ишеним барбы? Ол белгисиз, өйткені осы адамдар ешкім осы лауазына сайлаған жоқ. Сол үшін олардың сөз жалғанда болуы мүмкін. Бүгінгі кешке дейін бірінші талабы орындалды. Маңғыстау облысында газдың бағасы 50 теңге түсті. Бірақ басқа қалалар мәз емес. Қазір алаңға шығып, өз құқықтар қорғауға дайын. Казакстандын башка аймактарында Маңгыстаудагы митингдер тууралуу кандай пикирлер айтылып жатты экен? Барлығы жерде талаптар бірдей. Атырау тұр. Атырауда алан Исатай мен Махамбет аланында адамдар тұрамыз деп отыр. Ақтөбе тұр. Тағы да басқа қалаларда бір жағдайда болып тұр. Барлығы әділ сұрап тұр. Одан астам ешкім ештеңке сұрап тұрған жоқ. Казакстандагы маалымат каражаттары Маңгыстаудагы митингтерди кандай чагылдырып жатат? Ресми бақ өкілдері жалған мәліметтер таратуда. Бүгінгі таңға кешеден бері жалған мәліметтер беріп жүр. Ең бірінші жалған ақпарат ол газ туралы, газдың баға туралы талабы жалғыз екен деп беріп жүр. Ал негізі талаптар көп. Ошентип Казакстанда 3 күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Биздин дарегибиз bbc.com /кыргыз.